Құрметті депутаттар, бүгінгі біздің жалпы отырысымызға Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қатысып отыр. Құрметті депутаттар, Конституцияның 44-ші бабының 3-ші тармақшасына сәйкес мемлекет басшысы мәжілістегі саяси партиялар, фракциялармен консультация өткізіп, палатаның келісімін алу үшін премьер-министрдің кандидатурасын енгізеді. Сондықтан бүгінгі күн тәртібінде қаралатын бір ғана мәселе, ол Қазақстан Республикасының президентіне Қазақстан Республикасы премьер-министрін тағайындауға келісім беру туралы. Қарсылықтарыңыз бар ма? Онда күн тәртібін дауысқа қоямын. Қатысып отырғандар 92 депутат, дауыс бермеген 1 депутат, жақтағандар 90 депутат, 1 депутат қарсы. Құрметті депутаттар, сөз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа беріледі. Құрметті депутаттар, Конституцияның 70-ші бабына сәйкес мәжілістің жаңадан сайлауына байланысты үкімет өз өкілеттігін тоқтатты. Осы ретте үкіметтің атқарған жұмысына қысқаша тоқталғым келеді. Біз соңғы жылдары жаһандық және жалпы ұлттық ауқымдағы көптеген қиындықты бастан өткердік. Үкімет күрделі кезеңдегі жаңа талапқа тез бейімделді. Сол арқылы экономиканың тоқырауына жол берген жоқ. Жұмыс орындарын қысқартпай сақтап қалды. Шұғыл шаралардың нәтижесінде ел экономикасы 3,2%-ға өсті. Халықтың алдындағы әлеуметтік міндеттемелер уақытылы және толығымен орындалды. Мұның бәріне билік тармақтарының бірлесіп жұмыс істеуінің арқасында қол жеткіздік. Осы ынтымақтастықты нығайта беру керек. Үкімет пен парламент экономиканы дамытып, халықтың әл-ауқатын арттыру үшін барлық күш-жігерін жұмылдыруға тиіс. Біз аз уақыттың ішінде ауқымды саяси реформа жүргіздік. Түбегейлі өзгерістер еліміздің жаңа дәуірге қадам басуына жол ашты. Бұл жұмыс жалғаса береді. Бірақ экономикалық өзгерістер саяси жаңғыру үдерісінен кенже қалмау керек. Сондықтан үкімет әлеуметтік экономикалық реформаларды батыл жүзеге асыруға тиіс. Бұл өте жауапты жұмыс. Азаматтарымыз үкіметке зор үміт артады, жоғары талап қояды. Ел сенімін ақтау бәрімізге сын. Мен кеше парламент сессиясының ашылуында нақты міндеттерге тоқталдым. Үкімет стратегиялық бағдарымызды жүзеге асыра отырып, мынадай мәселелерге баса мән беруге тиіс. Бірінші мәселе. Тұрақты экономикалық өсімнің жылына кем дегенде 4% болуын қамтамасыз ету керек. Сондықтан экономиканың даму үлгісін түбегейлі өзгертуіміз керек. Ол үшін әртараптандыру жұмысын жүйелі жүргізіп, нарық қағидаларын нығайту маңызды. Түпкі мақсатымыз жоғары технологияға негізделген, өзін-өзі толық қамтамасыз ететін және бәсекеге қабілетті экономика құру. Следует усилить позиции нашей страны в качестве ключевого регионального инвестиционного хаба. За последний год проведена серьезная работа в сфере демонополизации и создания реально конкурентной среды. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Правительству требуется принять системные меры для дальнейшего расширения экономической свободы и снижения уровня влияния государства на рыночные процессы. Реализация данных подходов позволит повысить институциональную зрелость нашей страны, ее устойчивость к различным внутренним и внешним потрясениям. В прошлом году валовый внутренний продукт нашей страны превысил 200 миллиардов долларов. Поэтому достаточно объективному показателю мы лидируем в регионе. Но успокаиваться нельзя. Екінші мәселе инфляцияны тежеу қажет. Биыл оны кемде 2 есеге төмендету керек. Ең алдымен азық-түліктің бағасын реттеу аса маңызды. Сол себепті агроөнеркәсіп кешенін және сауда-саттықты дамыту негізгі басымдықтың бірі. Ішкі нарықты өз өнімдерімізбен барынша қамтамасыз ету қажет. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемін және оның қосымша құнын арттыру керек. Үшінші мәселе инфрақұрылымды дамыту қажет.
энергетика, су және көлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған кешенді шаралар қабылдануға тиіс. Энергетикалық активтерді жаңғыртуға жақын арада жаңа инвестиция тарту керек. Бұл жұмысты тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы арқылы іске асыруға болады. Қазір тауар газының тапшылығы күшейіп барады. Үкімет еліміздің газ өңдеу қуатын арттыру үшін жаңа жобаларды жүзеге асыруға тиіс. Сонымен бірге 25 су қоймасын салып, суды барынша үнемдеу керек. Қазақстан тұрақты даму үшін Азия мен Европаны жалғайтын әлемдік көлік хабына айналу қажет. Бұған дейін қолға алынған көлік және логистика жобаларын түгел уақытылы бітіру өте маңызды. Төртінші мәселе, аумақтық саясат жан-жақты ойластырылып жүргізілуге тиіс. Аймақтар қуатты болса, бүкіл мемлекет өсіп өркендейді. Сондықтан еліміздің әкімшілік аумақтық құрылымы оңтайлы әрі тиімді болу керек. Бұл өте маңызды мәселе. Былтыр жаңадан Абай, Ұлытау және Жетісу облыстары құрылғанын білесіздер. Бұл қадам осы аймақтарды тың қарқынмен дамытуға жол ашты. Біз аймақтар арасындағы экономикалық теңсіздікті азайту үшін тиімді шаралар қабылдауымыз керек. Осы ретте үкімет әкімдермен бірлесіп, әрбір облыстың әлеуетін арттыруға тиіс. Әр аймақтың өзіне тән мүмкіндігін толық пайдалану қажет. Мен мұны бірнеше рет айттым. Сондай-ақ агломерацияларды дамыту мәселесіне баса назар аударған жөн. Үкімет осыған қатысты заңның мүлтіксіз орындалуын және жоспарланған жұмыстың тиімді атқарылуын қамтамасыз етуге тиіс. Пятое. Необходимо последовательно, системно повышать качество человеческого капитала. Следует обеспечить эффективную реализацию проекта «Комфортная школа» и продолжить создание центров академического превосходства на базе вузов. Под моим личным контролем будет комплексное развитие отечественной науки. Кроме того, требуется вывести здравоохранение на качественно новый уровень. Для этого предстоит повысить эффективность системы социального медицинского страхования. Здесь крайне важно с помощью цифровых решений усилить контроль за расходованием средств. В целом, цифровизация должна охватить все отрасли экономики, проникнуть во все сферы жизни наших граждан. Для этого нужно максимально либерализовать рынок информационных технологий. Перед нашей страной стоит стратегическая задача укрепиться в статусе регионального цифрового хаба. Для успешного продвижения в данном направлении нужно использовать прорывные идеи и креативную энергию так называемых цифровых номадов. Важно также выстроить надежную систему социальной защиты граждан. Она должна оперативно реагировать на экономические шоки и изменения потребностей людей. Лучшей мерой социальной защиты станет обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест, переобучения и поддержки бизнес-инициатив. При этом ключевое значение имеет снижение теневой занятости, которая оставляет граждан без положенных им социальных гарантий. Конечно, все эти задачи очень сложные, но я думаю, правительство, понимая важность этих задач, приступит незамедлительно к их решению. Обозначенные подходы будут содействовать укреплению социальной справедливости, построению государства равных возможностей для всех. Алтыншы мәселе. Мемлекеттік аппаратының жұмысын қайта қарап, оны жаңғырту қажет. Әйтпесе көздеген мақсатымызға жету қиынға соғады. Үкімет әкімшілік реформаны жалғастырып, бюрократияны барынша азайту керек. Бұл мәселе бойынша мен кеше анық айттым. Мемлекеттік органдардың тапсырманы уақытылы әрі сапалы орындауы жеткіліксіз. Экономиканың өсімін қамтамасыз ететін тың бастамалар көтеріп, жаңа идеялар ұсынып отыру қажет. Министрлер мен әкімдердің қызметін бағалаған кезде, олардың осы бағыттағы жұмысы басты назарда болады. Сондай-ақ, қоғамның мемлекетке деген сенімін арттыру өте маңызды міндет. Биліктің өзгеріс жасауға ықыласты және дайын екенін жұрт көру керек. Бір сөзбен айтқанда, шын мәнінде халық үніне құлақ асатын мемлекет қалыптастыру қажет. Ел басқару және шешім қабылдау ісіне азаматтарды барынша тартқан жөн. Құрметті депутаттар, мен сайлауда жеңіске жеткен партия мемлекет басшысына премьер-министрдің кандидатурасын ұсына алатынын атап өттім. Бүгін мәжіліс төрағасы Аманат партиясының жетекшісі
Ерлан Жақанұлы Қошановты қабылдадым. Жаңа ғана фракция жетекшілерімен арнайы кездестім. Үкімет басшысы лауазымына Аманат партиясы ұсынған кандидатты талқыладық. Ортақ мәмілеге келдік. Ата заңымыздың 44-ші бабына сәйкес премьер-министр лауазымына Алихан Асханұлы Смайыловтың кандидатурасын ұсынамын. Баршаңыз бұл азаматты жақсы танисыздар. Білікті әрі тәжірибелі маман, жұмысқа адал, еңбекқор адам. Ол үкіметтің алдында тұрған міндеттерді жақсы біледі. Оған жаңа үкіметтің тізгінін сеніп тапсыруға болады деп санаймын. Конституцияның 56-шы бабына сәйкес премьер-министр лауазымына Алихан Асханұлы Смайыловты тағайындау үшін мәжілістің келісін беруін сұраймын. Рахмет баршаңызға. Рахмет, Қасым-Жомарт Кемелұлы. Құрметті депутаттар, Алихан Асханұлына сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Онда, құрметті әріптестер, мәжіліс регламентіне сәйкес осы ұсынылған кандидатураны талқылауға көшеміз. Сөз Аманат партиясы фракциясының жетекшісі депутат Бейсенбаев Елнұр Сабыржанұлына беріледі. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті әріптестер, Қазақстан демократиялық өзгерістерді біртіндеп дәйекті және жүйелі түрде іске асыруда. Мемлекет басшысының бастамасымен еліміздегі саяси жүйені қайта жаңғырту процесі конституциялық реформадан нақты бастау алды. Ендігі маңызды қадам үкіметтің жаңа құрамын жасақтау. Аталған өзгерістер партия мен азаматтық қоғамға деген сенімді арттырады. Аманат сайлауда көпшіліктің дауысына ие болып, жеңіске жеткен партия ретінде премьер-министр лауазымына кандидатура ұсынды. Мұндай тәжірибе парламенттің рөлін күшейтіп қана қоймай, саяси партиялардың жауапкершілігін арттырады. Ендігі кезекте үкіметтің жұмысы фракция тарапынан жіті бақылауда болып, оның әрбір шешімі партия ішінде сұралатын болады. Тіпті қажет болса, партия тиісті шаралар қолдануға дейін баруға дайын екенін мәлімдейміз. Бұл жұмыс мәжілістегі Аманат фракциясының беделі мен оның функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтеді. Бұл президент жариялаған күшті президент, ықпалды парламент есеп беретін үкімет қағидатының нақты іске асуы деп білеміз. Осы ретте Қазақстан Республикасының премьер-министрі лауазымына Аманат фракциясы Алихан Асханұлы Смайыловтың кандидатурасын ұсынып отыр. Соңғы бір жылда үкіметке қоғам тарапынан айтылған сын аз болған жоқ. Бірақ министрлер кабинетінің небәрі бір-ақ жыл жұмыс істегенін ескеруіміз қажет. Бір жыл үкіметтің жұмысын объективті бағалау үшін тым қысқа уақыт. Оған қоса Смайыловтың кабинеті күрделі геосаяси жағдайда жұмыс жасады. Сыртқы саясаттағы санкциялардың күшеюі, әлемдік инфляцияның тұрақтамауы біздің де экономикамызға кері әсерін тигізуде. Оған қоса 2 жылға жуық уақыт үкімет пандемияның салдарымен күресті. Бұл бір. Екіншіден, саяси басшылардың жиі ауыз түйісуі реформалардың қарқынының төмендеуіне әкеліп соқтырады. Қазір бізге мұндай қадамға барудың қажеті жоқ деп есептейміз. Уважаемые коллеги, во-первых, за минувший год Алихан Асханович погрузился в проблемную повестку. Это позволит оперативно, без паузы и раскачки приступать к их решению. Во-вторых, запущенный процесс демонополизации экономики, разрабатываемые налоговые, строительные, жилищные кодексы должны быть системно завершены. В-третьих, необходимо продолжить работу по возврату в государство крупные объекты и предприятия, а также возврат неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель и незаконно выведенные капиталы. Төртіншіден, бүгінгі күнге дейін әлеуметтік мәселелер жүйелі шешіліп келеді. Ең төменгі жалақы мөлшері ұлғайтылды, бала күтімі бойынша берілетін төлемдер өсті, әйелдердің зейнет жасын арттыруға мораторий жарияланды. Қадірлі әріптестер, дегенмен елімізде бағаның тұрақтамауы, жұмыссыздық, азаматтардың табысын арттыру, жылумен қамтамасыз ету, инфрақұрылымды жақсарту, ауылды түлету сияқты үкіметтің алдында аса ауқымды міндеттер тұр. Біз мұны жақсы білеміз және осы мәселелерді үкіметпен бірге шешуіміз қажет. Үкіметті жиі ауыстырғаннан бұл мәселелердің шешілуі былай тұрсын қордалана беретінін уақыт көрсетті. Сондықтан министрлер кабинеті былтыр бастаған істі жалғастырып, халықтың әл-ауқатын арттыру бойынша жұмысты тез арада ширатыру қажет деп есептейміз. Осы ретте премьер-министрдің кандидатурасына біздің фракцияның атынан Алихан Асханұлы Смайыловты ұсынып және қолдауға барлықтарыңызды шақырамын. Рахмет. Рахмет, Елнұр Сабыржанұлы. Сөз Жалпыұлттық социал-демократиялық партия фракциясының мүшесі депутат Әуезбаев Нұрлан Сатыбалдыұлына беріледі. Құрметті президент мырза, бүгінгі кездесуде көтеріліп отырған сұрақ өте маңызды. Тағдыр шешті десе де болады. Сөз жоқ, біз сіздің 30 жыл бойы әбден былыққа батқан жүйені өзгертем деген құлшынысыңызды көріп отырмыз. Бірақ оны ертең жүзеге асыратын мемлекеттік аппарат, оның ішінде үкімет екені анық.
күні кеше өзіңізде болашақ үкіметтің алдында бұрын соңды болмаған ауқымды міндеттер қойдыңыз. Біз 20 жыл билікке оппозицияда жүріп, халқымыздың әл-ауқатының төмендеуіне үкіметтің әлсіз әлеуметтік саясаты кінәлі екендігімізге көзіміз жетті. Ал енді бүгін тағы да аманаттықтар өз көпшілігін көрсетіп, ұсыныс беріп отыр. Әрине, парламенттік оппозиция ретінде біз бұл ұсынысқа қарсымыз. Рахмет. Сөз ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы фракциясының жетекшісі Баққожаевты микрофоны ғой. Баққожаев Анас Ахатұлына беріледі. Рахмет. Аса мәртебелі Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті әріптестер. Бүгін біз мәжілісте алғаш рет ресми түрде сөз алып отырмыз. Ең алдымен партиямызға дауыс берген ауыл тұрғындарына, шаруаларға, ауыл қамын ойлаған қалалықтарға ауыл партиясының атынан алғысын жеткізгім келіп отыр. Соңғы үкімет небәрі бір жыл ғана уақыт жұмыс істеді. Оған нақты баға беру үшін біршама уақыт керек деп есептейміз. Кейбір бастамалары жүзеге асып жатса, кейбірі әлі соңына дейін жетіп үлгерген жоқ. Жалпы біздің партия үкімет жұмысын ауылдың бүгінгі жағдайымен бағалайды. Ал бұл мәселеде үкіметке айтар ұсынысымыз, артар үмітімізде жетерлік. Сондықтан Әлихан Асханұлы басқарған министрлер кабинетінің қызметін орта жолда тоқтатып тастаудың орнына бастамаларын соңына дейін жеткізуге мүмкіндік беру керек деп есептейміз. Оның бірнеше себебін айта кетейік. Біріншіден, соңғы уақытта ауыл шаруашылығында бірқатар өзгерістер қолға алына бастаған сияқты. Әсіресе шаруаларға субсидия беру жүйесі толығымен қайта қаралуда, коррупциялық әрекеттерге негіз беретін мемлекеттік қолдау жүйесінің жетілмеген тұстары терең сарапталып жатыр. Бюджеттен шамаға сай қосымша қаражат беріліп жатыр, кооперативтерді дамытуда назардан тыс қалмады. Осы бағытта басталған жұмыс орта жолда үзіліп қалмағаны аса маңызды. Екіншіден, президентіміздің тапсырмасымен ауылдық аумақтарды дамыту жөнінде концепцияның жобасы әзірленіп жатыр. Онда біз бірқатар тың идеяларды көрдік, ауылдағы ағайын сол құжаттың жүйелі бағдарламаға айналуын асыға күтіп отыр. Демек, бұл істі бастапқы көзқарасты өзгертпей, жалғастырып, аяқтап шығу қажет. Үшіншіден, былтыр үкімет еліміздің көптеген салаларында нақты реформаларды жүзеге асыра бастады. Қазақстандықтар сол реформалардың нәтижесін тосатыны мәлім. Өйткені халықтың әл-ауқаты аталған өзгерістерге тікелей байланысты. Ал бұл жағдайда үкіметті қайта-қайта ауысуы тиімсіз. Агробизнес дамымай, ауыл дамымайтынын, ал ауыл дамымай, қала мемлекет дамымайтынын жаңа үкімет жақсы түсінеді деп ойлаймыз. Жаңа премьер-министр ауылдарды қаладан кем емес дәрежеде қаржыландыру мәселесін шешеді деп сенеміз. Сондықтан Қазақстан Республикасының премьер-министрі лауазымына Әлихан Асханұлы Смайыловтың кандидатурасын ұсыну және бекітуді дұрыс деп есептейміз және қолдаймыз. Ауыл партиясы президент тапсырмаларын жүзеге асыру жолында үкіметке әрқашан қолдау көрсетуге дайын. Іске сәт. Рахмет. Құрметті әріптестер, басқа талқылауға қатысатын депутаттар жоқ. Сондықтан дауыс беруге көшейік. Құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасының президентіне, Қазақстан Республикасының премьер-министрі лауазымына Смайылов Әлихан Асханұлын тағайындауға келісін берілсін деген қаулының жобасын дауысқа қоямын. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Қатысып отырғандар 97 депутат, жақтағандар 82 депутат, қарсылар 7 депутат, қалыс қалған 8 депутат. Сонымен тиісті шешім қабылданды. Әлихан Асханұлына беріледі. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті депутаттар, маған артқан сенімдеріңіз үшін шынайы ризашылығымды білдіргім келеді. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілік. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз айқындап берген әлеуметтік экономикалық сұрақтар бойынша, ары қарай даму бойынша, халқымыздың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын арттыру бойынша міндеттер үкіметтің жұмысының негізгі басымдықтары болады. Ең алдымен біз мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасын және Аманат партиясының бағдарламасын іске асырамыз. Сонымен бірге басқа партиялар мен депутаттардың, бизнес қауымдастықтың, басқа азаматтарымыздың сындарлы ұсыныстарын ескеретін боламыз. Орта мерзімді кезеңде біз экономикамыздың өсуін 5%-ке жеткізу
және осы жылдың аяғына дейін инфляцияның деңгейін 2 есе төмендету біз үшін өте маңызды міндет. Кәсіпкерлікті қолдау және бизнес климатты жақсарту жөніндегі кешенді шаралар, сондай-ақ бизнестің түйткілді мәселелерін шешу, халықты жұмыспен қамту және азаматтарымыздың нақты табысын өсіру негізгі бағыттардың бірі болады. Экономиканы әртараптандыруға, ішкі нарықты отандық тауарлармен қамтамасыз етуге және қосылған құны жоғары шикізаттық емес тауарлар өндірісін ұлғайтуға басымдық беріледі. Ел экономикасына бірінші кезекте өңдеуші салаларға ауқымды инвестициялар тарту бойынша шаралар қабылданады. Ауыл шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін кешенді жұмыс атқарылады. Сонымен қатар энергетика саласын дамыту және коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту мәселелері өте маңызды. Ішкі нарықты жаңармаймен қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады. Тариф орнына инвестиция бағдарламасын іске асыру электр және коммуналдық желілердің тозуын төмендетуге мүмкіндік береді. Ауыл ел бесігі жобасы аясында ауылдық инфрақұрылымды жаңғырту кеңейтіледі. Көлік және логистика саласында өткізу қабілетін арттыруға және халықаралық дәліздерді дамытуға басымдық берілетін болады. Білім беру және денсаулық сақтау салаларында қызметтердің тиімділігі мен сапасын жақсарту, сонымен қатар цифрландыру, әрі қарай жалғастыру және мемлекеттік бірыңғай цифрлық платформаны енгізу біздің жұмысымыздың маңызды бағыттары болады. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті депутаттар, үкіметтің алдында қойылған барлық міндеттерді шешу үшін тиісті шаралар қабылданатын болады. Парламент депутаттарымен өзара бірлесіп, үйлесімді және нәтижелі жұмыс жасаймыз деп сенім білдіремін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Әлихан Асқанұлы. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы. Құрметті депутаттар, баршаңызға ризашылығымды айтқым келеді. Жұмыстарыңыз сәтті болсын, әрқашанда